Алғашқы жұмыс тәжірибесін қайдан алуға болады? Жастар үшін ең өзекті сұрақ. Бүгінде оны нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының жастар практикасы жобасы шеңберінде алуға болады. 2017 жылы агротехникалық университетті бітіріп, өз бетінше жұмыс іздеп, резюмелер таратты. Бірақ барлық жер тәжірибе талап еткесін, туысқандарды жұмыспен қамтамасыз ету орталығына жүгінуді ұсыныс етті. Жұмыспен қамтамасыз ету орталығында оған жастар практикасы бағдарламасы бар екенін айтып, шарттарын түсіндірді. Одан соң мен компанияларды көріп сөйлесуден өттім. Сонымен жұмыспен қамтамасыз ету орталығымен түзілген 6 айлық шартнама аяқталғасын, маған жұмысқа орналасу шартнамасын ұсыныс етті. Әрине, мен еңбекақы алдым. Ол мемлекет тарапынан бөлінген қаржы есебінен төленді. Жобаға оқуды соңғы 3 жыл ішінде бітірген жасы 29-ға дейінгі жастар қатыса алады. 3 айлық практиканы Мәдениет және ақпарат министрлігінде өттім. Қазір сол жолдама берілген мемлекеттік қызметте жұмыс жасап жатырмын. Жастар практикасы бағдарламасы бойынша қазіргі күні 24 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылды. Жастарды жұмысқа орналастыру мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі. Жастар еліміздің болашағы.